Сәлем достар, қалжыңдаларыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін біз сіздермен бірге итальянский күшті пицца жасайтын боламыз. Бізге оған салқын су, ұн, тұз, дрож, қант және де сұйық май керек болады тестасына. Алай болса біз бастаймыз. Достар, бастамас бұрын ең алдымен сіздер арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал олай болса біз тестасына бастаймыз. Достар, ең алдымен біз суды қосатын боламыз. Осындай көлемде керек болады. Келесі дрожжды осындай қасықтың ұшымен аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шықты, міне. Тура осындай болып шығу керек. Біз қазір бұны пищевой пленкамен бетін жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Қазір біз теста дайын болғанша салмасы мен соусын жасайтын боламыз. Ең біріншіден соусы біз майонезбен кетчупты араластырмаймыз. Ол итальянский пицца болмай қалады. Біз соусын өзіміз жасайтын боламыз. Соусына қазір чеснок және де томат, су керек болатын болады. Ал сыр, колбаса, помидор пиццаның бетіне қоюға. Алай болса біз соусын бастайық. Негізінде соусына да пиццаның бетіне қоятынына да сіздер өз қалағаныңызша қоса бересіздер. Мен қазір соусына укроп пен перецті қосатын боламын. Дәм келтіру үшін. Ал бірінші бізде қазір чесноктан шұбалатын боламыз. Қазір томаттан 4 қасық салатын боламыз. Бұл бізде 2 пиццаға жетеді, ана қамыры. Соусында 2 пиццаға жасалады. Сонда негізі сіздер 1 пиццаға 2 қасық қосасыздар. Біз қазір томаттың дәмі қатты білініп қалмау үшін осындай специямен енді чеснокты қосатын боламыз. Қолыңмен қосасың. Жерге түседі ғой анау. Болып шықты. Енді қазір біз сырды өткізіп алатын боламыз. Бірінші колбасаны.
байқалмаса болады негізі. Достар, қазір біз бұны майдалап 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Колбасасын турап, помидорын да турап алдым. Енді қазір біз тестосын жасайтын боламыз. Біз пиццаны бастайтын боламыз. Мен алдын ала қыздырып қойған едім. Ай, қойып кетір болдым. Все. Өшіріңіз. Достар, біздің пиццамыз пісті. Қазір енді кесіп көрейік. Anne bitti. Pizza yaptı. Bakın koy. Ne oldu? Кесіп болдым. Ыстық. Осындай күшті болып шықты. О май гад. Бірақ басқа сырмен істесеңіздер жақсы болады. Біз эмир деген сырмен істеген болатынбыз. Созылмады. Видеомыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.